Бүгінде Түркістан облысы полиция департаментінің полицейлері алаяқтық қылмыстарын ашуда қарқынды жұмыстар атқаруда. Яғни қарапайым қала мен ауыл тұрғындарының сенгіштігін пайдаланып, оңай жолмен ақша табатындар көбейіп кеткен. Полицияның кезекшілік нөмірі 102-ге де арызданатындардың басым бөлігі тап осы қылмыстың құрбаны болғандықтарын айтады. Сондықтан департаментінің қызметкерлері тарапынан алаяқтарды ұстауға бағытталған шаралар жүйелі түрде іске асырылуда. Мәселен, Түркістан облысы полиция департаменті криминалды полиция басқармасының қызметкерлері алаяқтарды ұстауда өздерінің түрлі әдіс-тәсілдерін қолданып, бірқатар нәтижелерге қол жеткізді. Ағымдағы жылы Түркістан облысының аумағында 8 ай ішінде 700-ге жуық алаяқтық қылмыс тіркелді. Оның 500-ін полиция қызметкерлері өз еңбегімен ізін суытпай ашты. Аталған істер бойынша тергеушілер дәлелдемелер жинақтауда. Құжаттар жинақталып талданып болғаннан соң, соңғы шешім шығарылу үшін сотқа жолданатын болады. Демек, жоғарыда айтып өткен 700-ге жуық іс небәрі 8 ай ішінде жасалып, 700-ге жуық тұрғын сан соғып қалды деген сөз. Аталған қылмыстардың жиі кездесетін түрлері Түркістан облысында, яғни азаматтарды жұмысқа тұрғызу, мүгедектерге әлеуметтік жәрдемақыны алып беру, сонымен қатар банктерден несие алып беру. Өз кезегінде интернет алаяқтықта қарқынды дамып келіп жатыр. Яғни ғаламтор желісінде азаматтардың тұлғаларға сенім білдіріп, басқа қалалардан тауарларды сатып алу, автокөліктің бөлшектерін сатып алу, Instagram, WhatsApp және басқа да әлеуметтік желілерден ақшаны көбейту парақшаларына көп сенім білдіреді азаматтар. Яғни алаяқтар бірімізге жұмысқа орналастырамын десе, енді бірімізге тұратын үйімде, күйімде жоқ деп, жалған сөздерімен аяушылығымызды тудырып, өз істерін оңай ғана жүзеге асыруда. Полицейлер жыл басынан бері жұмысқа орналастырып беремін деп, 5 бірдей тұрғынды алдаған келестік ер адамды ұстады. Ол тұрғындарға 2 миллионнан астам шығын келтірген. Сондай-ақ Ордабасы ауданының жергілікті тұрғыны отырарға барып несие алып беремін деп, ауыл азаматтарын 16 миллион теңгеге алдаған күдіктіні. Сақтандыру алып беремін деп, сайрамдық тұрғындарды 18 миллионға сан соқтырған шымкенттік алаяқ. Кентаулық тұрғындарға 45 миллион теңгедей шығын келтірген әккі алаяқта дер кезінде құрықталды. Өз кезегінде Түркістан облысының полиция қызметкерлері Түркістан облысының тұрғындары мен қонақтарын ескертеді. Яғни кез келген алаяқтық тұлғаға сенім білдірмей өзіне тиесілі жеке құжаттарын және мәліметтерін бермеуін ұсынамыз. Ғаламтор желісінде кез келген тауарды басқа қаладан алатын болсаңыздар, сол қаладағы туыстарды немесе таныстарыңызды сатып жатқан тұлғамен кездесіп, тауардың бар жоғын растайтын құжаттарды көріп, тауардың өзін көріп, осылайша көз жеткізу қажет. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде, яғни Instagram, WhatsApp парақшаларында ақшаны көбейту, әртүрлі группаларға кіріп, сол жерде танымайтын тұлғалардың сөздеріне сеніп, ақшаларыңызды аудармауға сұранамыз. Сондықтан облыстың полицейлері барынша тұрғындардың алаяқтардың мың түрлі әдісінен сақтанып, жалған сөздерге және күмәнді әрекеттерге сенбеуге шақырады. Алаяқтың әдісі көп, мақсаты бір: сізді алдау және ақшаңызды тартып алу. Сол үшін алданбаңыз.